Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге 6 сандық төлем паролін ұмытып қалған жағдайда не істеуге болатынын айтатын боламын. Ол үшін Pinduoduo'ға кіріп, мой профиль бөліміне өтеміз. Мына жазуды басамыз. Осындай бет шығады. Жоғарыдағы настройкиді басамыз. Екінші тұрған жазуды басамыз. Осы жазуды басамыз. Бұл жерде карточканы таңдаймыз. Енді карточканың сыртындағы номерді осы жерге жазып шығыңыз. Қызыл батырманы басамыз. Осындай бет шықты. Енді біріншіге карточканың сыртындағындай аты жөніңізді ағылшынша үлкен әріптермен жазып шығамыз. Екіншіге карточканың мерзімі, яғни айы мен жылы жазылады. Үшіншіге карточканың артындағы 3 сандық кодты жазамыз. Қызыл батырманы басамыз. Енді сізге жаңа 6 сандық пароль жазуды ұсынып тұр. Бұл жолы ұмытып қалмайтындай пароль жазыңыз. Көп жағдайда ол туған күніңіз, айыңыз, жылыңыз болып табылады. Екінші рет қайталап жазамыз. 6 сандық төлем паролін восстановить еттік. Енді осы парольді қайта-қайта ауыстыра бермей, бір жерге ұмытпайтындай жазып сақтап қойыңыздар. Сабақ аяқталды. Егер ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіз.